Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Даник Кизет, және де мен бүгін сіздерге 5 логикалық сұрақ қоямын. Біріншісі, полиция бөлімшесіне Ерболат деген адам келеді. Ол айтады: көмектесіңіздерші, менің ақшамды ұрлап кетті дейді. Полициялар түсінбей басынан баяндап берсін. Айтады Ерболат: мен ақшамды салып, чемоданға салып, жолда өтіп жатқанда бір ұрлықшы келіп, қолындағы мантиясымен көзіме бөрді. Бірақ оны көрген полиция оны Ерболатты түрмеге қамап қояды. Жауабын табыңыздар. Ерболатты не үшін түрмеге қамап қойды? Ерболатты не үшін түрмеге қамап қойды? Табыңыздар. Жауабы: себебі Ерболаттың көзі көгерген, бірақ оның очкиі сынбаған. Себебі оның көзіне ұрса очкиі сыну керек еді. Жақсылап қараңыздар. Дұрыс тапсаңыздар, лайк басыңыздар. Және де комментарийға дұрыс таптым деп жазыңыздар. Ал енді біз келесі. Бір кемедегі адамдар жолда кетіп бара жатырып суға түсіп кетеді. Үндістер көріп, оның патшасы логикалық сұрақтарды жақсы көреді екен. Сөйтіп оларға мынандай логикалық сұрақ қояды. Оларға арқан береді, бірақ ол арқан вообще үзілмейді екен. Сондықтан оларға тарақ және де ұлғайтқыш лупа береді. Олар қалай жіпті үзе алады? Табыңыздар. Жауабы: бұл жақта қарасаңыздар күн ыстық және бұл жақта құм бар. Себебі бұл жақ өте ыстық дегенді білдіреді. Ол үшін арқанды алып және ұлғайтқыш лупаны алып, арқанға тақап, оны күнге қаратсаңыздар, арқанға лупаның ыстығы тиіп, лупа күйіп кетеді. Арқан күйіп кетеді. Дұрыс тапсаңыздар, лайк басыңыздар және комментарийға жазыңыздар. Дұрыс таптым деп. Ал енді біз келесіне өтеміз. Бір ханның қызы болыпты. Оған көршілес елдің ханы ғашық болып қапты. Бірақ ол қыз ханның үлкен жасына үлкен болғандықтан оған тұрмысқа шыққанды қаламайды. Бірақ хан оны қызды алып қашып тоннельге қамап қояды. Бірақ қызды құтқару үшін оның әкесі рыцарь мен бір мықты жауынгерін жібереді. Сөйтіп мықты жауынгері қамалды іздеп тапқан соң, бірақ ол қамалға жете алмайды. Себебі олар судан жүзе алмайды. Суда 3 метр су 3 метр ұзақ екен арғы жерден. Содан рыцарь мен оның мықты досында 2 ағаш бар. Ол 2-де 9 метр екен. Ал енді олар қалай істейді? Жауабы: бірінші, олар астындағы 2 ағашты алады да, бірінші ағашты қойып, оны 2 ағашты қосып алады да, біріншісін арғы бетіне, біріншісін бергі бетіне, екіншісін арғы бетіне қойып, бір адам оны басып тұрады. Ал ана адам өтіп алады да, одан кейін оны жайлап ауыстырады да, екінші адам ана ағашты басып тұрады. Басады да, оны кейін екінші адам тез рыцарь өтіп алады. Содан кейінгі сұрақ. Сіздер мынаның ішінде қандай сандарды көріп тұрсыңыз?
Ал бұның жауабын комментарийға жаза кетіңіздер. Соңғы сұрақ. Бұл жақта қайсы адам ақымақ? Кетті. Бұл шетте екеуі де ақымақ. Бірақ бірінші тұрған адам ол өте ақымақ. Себебі ол баласының қайнап тұрған үтікке кетіп бара жатқанын көріп тұр және оны суретке түсіріп тұр. Ал екінші адам телефонда сөйлесіп тұр. Баласының отқа барып жатқанын көрмейді. Бұл жақта сонымен бірақ екеуі де ақымақ, бірақ біріншісі өте ақымақ. Дұрыс тапсаңыздар, лайк басып каналыма өңіздер және комментарийға жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Даник KZ, сау болыңыздар.